сіздер мен құрметті мұғалімдер. Бүгін біз ChatGPT және Perplexity программаларымен қалай қолдану керектігін үйренетін боламыз. Ал ең бастысы, ChatGPT дегеніміз не және оны қалай қолдануға болады деген сұраққа жауап берейін. ChatGPT бұл OpenAI компаниясы жасаған интеллектуалды чат-боты, яғни жасанды интеллектке негізделген сандық көмекшісі. Ол мұғалімдерге күнделікті жұмысында тиімділік пен шығармашылықты арттыру үшін қолданылады. ChatGPT арқылы сіз мәтін жазу, ақпарат іздеу, сабақ жоспарлау, оқу материалын түсіндіру, оқушылардың білім деңгейіне қарай тапсырмалар дайындау және басқа да көптеген міндеттерді орындай аласыз. Оны пайдалану үшін осы сайтқа кіріп тіркеуден өту қажет. Тіркелу процесі қарапайым. Электрондық поштаңызды көрсетіп, пароль орнатыңыз. Жас шектеуі бар. Бұл құралды жалпы 13 жастан бастап пайдалануға болады. Алайда мұғалімдер үшін ұсынылатын жасы 18 жастан жоғары. ChatGPT қалай жұмыс істейді? ChatGPT мен жұмыс істеу үшін сіз оған сұрақ немесе тапсырма жазасыз. Ол сұранысыңызды түсініп, соған сай мазмұнды, құрылымды, логикалық тұрғыдан байланысты жауап береді. Бұл жауаптар әртүрлі форматта болуы мүмкін. Қысқаша анықтама, кеңінен түсіндірілген баяндама, әңгіме, диалог, тіпті өлең немесе эссе түрінде де бола алады. Мұғалім ретінде сіз ChatGPT-ді тақырыпты түсіндіру үшін, шығармашылық тапсырма құрастыру үшін, немесе сабақ жоспарын жасау үшін қолдана аласыз. Сонымен қатар, бұл құрал сізге дайын презентациялар жасауға, бағалау критерийлерін ойлап табуға, оқушылардың қызығушылығын оятатын сұрақтар дайындауға көмектеседі. ChatGPT бұл өте көп қырлы құрал. Ол бір уақытта бірнеше тапсырманы орындай алады, ал сізге тек нақты сұраныс беру қажет. Оның басты артықшылықтарының бірі оқушылардың жас ерекшелігіне қарай материалды қарапайым тілмен түсіндіре алады. ChatGPT-ның тағы да артықшылары ол жоғары икемділік, шығармашылық тәсілдер, мәтін генерациясы, жоспарлауға көмек және кез келген деңгейде түсіндіру мүмкіндігі. Сабақта ChatGPT-ді қалай қолдануға болады? Біріншісі, тақырыпты түсіндіру және мәтін жазу. ChatGPT-ге қарапайым тілмен түсіндіруді сұрай аласыз. Мысалы, 9-шы сынып оқушыларына арналған күрделі экономикалық ұғымды түсіндіру керек болса, жасанды интеллект оны нақты әрі оқушыларға түсінікті тілде баяндап береді. Сіз тіпті кейіпкерлер ретінде оқушыларыңыздың есімін енгізіп, тапсырманы жекелендіре аласыз. Мысалы, сіз бұлай сұрай аласыз. Инфляция дегеніміз не? 9-шы сынып оқушыларына түсіндіріп бер. Түсіндіруде Әлия, Тимур және Жанна есімдерін пайдалан. Екіншісі, шығармашылық тапсырмалар мен идеялар дайындау. ChatGPT көмегімен сіз оқушылардың білімін бағалау үшін стандарттан тыс шығармашылық тапсырмалар ойлап таба аласыз. Бұл әсіресе оқушылардың ИИ-дан көшірмей, өз ойларын көрсететіндей тапсырмалар дайындауда пайдалы. Мысалы, Қазақ хандығы тақырыбына оқушылар ИИ-дан жауап көшіре алмайтындай, бірақ түсініктерін көрсететіндей ерекше тапсырма ұсын. ChatGPT сізге келесі нұсқаларды ұсынуы мүмкін. Жобалық жұмыс түрінде тапсырма, рольдік ойын, көркем жазба немесе тарихи фантастика элементтері бар тапсырма. Сондай-ақ, ол сізге бағалау критерийлерін жасап береді, аргументтер мен қарсы аргументтер ұсынады және оқушының сыни ойлау қабілетін дамытуға арналған сұрақтар бере алады. Үшіншісі, сабақ жоспарын құрастыру. Сіз ChatGPT-ге толыққанды сабақ жоспарын құрастыр деп сұрай аласыз. Бұл жоспар сабақ тақырыбын, мақсаттарын, әдістерін, бағалау тәсілдерін және үй тапсырмасын қамтиды. Мысалы, сұраныс мыналай бола алады. Мен 7-ші сыныпта биология пәнін оқытамын. Тақырыптар: жасуша, ағзалар жүйелері. Сабақтың мақсаты оқушыларды тестке дайындау. Маған 5 сабақтан тұратын жоспар жаса. ChatGPT бұл сұранысқа жауап ретінде әрбір сабақты жеке сипаттап, оның мақсатын, қолданылатын әдіс тәсілдерін, бағалау формаларын, үй тапсырмаларын және қосымша ұсыныстарды береді. ChatGPT мұғалімнің жұмысын жеңілдетіп, шығармашылық әлеуетін арттыратын көмекші құрал. Ол күнделікті рутиналық тапсырмаларды автоматтандыру арқылы сізге оқушылармен көбірек қарым-қатынас жасауға, сапалы сабақ өткізуге және өз кәсіби деңгейіңізді арттыруға мүмкіндік береді. Ал енді Perplexity дегеніміз не және оны қалай қолдануға болатынын үйренетін боламыз. Perplexity бұл да жасанды интеллектке негізделген жаңа іздеу
жүйесі. Ол дәстүрлі іздеу жүйелерінен ерекшеленеді. Perplexity тек сілтемелер бермейді. Сонымен қатар ақпаратты нақты әрі қысқаша жинақтап, сенімді дерек көздерге сүйеніп ұсынады. Пайдалану үшін Perplexity сайтына кіріңіз. Аккаунт құру міндетті емес, бірақ тіркелу арқылы сіз кеңейтілген функцияларға, іздеу тарихы, дербестендіру, кеңейтулерге қол жеткізе аласыз. Perplexity қалай жұмыс істейді? Сіз Perplexity'ге сұрақ жазасыз. Ол қысқа нақты жауап береді, дерек көздерге, мақалалар, Википедия, оқулықтар және тағы басқа сілтемелер ұсынады. Бұл құрал мұғалімдерге не үшін қажет? Нақты әрі сенімді ақпарат береді, уақытты үнемдейді және сабаққа тез әрі сапалы дайындалуға көмектеседі. Perplexity ChatGPT-ға қарағанда артықшылықтары осындай. Ол ақпараттың өзектілігі, нақты жауаптар, дерек көздерге сілтемелер, зерттеулер үшін өте ыңғайлы. Сабақта қолданудың нақты мысалдары. Бірінші, ақпаратты жылдам жинақтау. Егер сізге ұзақ мәтінді оқуға уақыт болмаса, Perplexity арқылы қысқаша ақпарат алуға болады. Мысалы, 1812 жылғы Отан соғысының себептері мен қорытындылары деген сұрағыңыз жазыңыз. Perplexity сізге 3-4 сөйлеммен тұратын қысқаша түсіндірме береді. Сонымен қатар сенімді дерек көздерге оқытулар, мақалалар, Википедияларға сайт сілтемелерін ұсынады. Екінші, идеялар мен зерттеулер табу. Мысалы, орта мектепте тарих пәнін оқытудың заманауи әдістері туралы зерттеулерді тап деген сұрағыңыз берсеңіз, Perplexity сізге ғылыми мақалалардың атауларын, қысқаша сипаттамаларын, тікелей сілтемелерін бере алады. Бұл мұғалімдерге ашық сабақтарға, семинарларға, конференцияларға және зерттеу және жобалық жұмыстарға дайындалуға өте көп көмектеседі. Үшіншісі, аргумент пен фактологиялық база жинау. Perplexity арқылы сіз эссеге қажетті дәлелдер, қарсы аргументтер және нақты деректер мен статистикаларды оңай таба аласыз. Мысалы, қашықтан оқытуға 3 дәлел мен қарсы дәлел тап деген сұраныс беруге болады. Және ол сізге 1 минуттың ішінде жауап береді. Қорытындылай келе, Perplexity бұл мұғалімнің қалтадағы көмекшісі. Ол ақпаратты жылдам әрі нақты табуға көмектеседі, тексерілген деректерге сүйенеді және сабаққа сенімді түрде дайындалуға мүмкіндік береді. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған междисциплинарлық оқыту тобы. Сұрақтарыңыз болса, мына мекенжайға жазсаңыз болады.